Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында өте дәмді сушилердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен күріш керек болады. Қайнатып алдым. Қайнатқаннан кейін үстіне кішкене сұйық май құйып, осылай ажырап тұру үшін істедім. Оған қайнаған жылы суымызға 1 шай қасық уксус араластырамыз, және де 1 қасық қант, шай қасық араластырамыз жақсылап. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып, дайын болған суымызды күрішіміздің үстіне құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қыздар, краб палочкасына майонез салып, осындай 1 қасықтай, ас қасықтай жақсылап араластырып аламыз. Аз болса тағы да қоссаңыздар болады. Міне қыздар, краб палочкасына таяқшаларына майонез салып араластырып алдық. Енді қазір мен жареный суши істейтін болаттар, олай суға жарты шай қасық тұз салып араластырып, міне қыздар, тұзды ертіп алдық. Суымызға ұн салып жақсылап араластыратын боламыз. Неге қыздар, массамыз дайын болды. Енді сушиді орайтын боламыз. Қыздар, творожный сыр, және де балық қоямыз. Менде 3 прот қыздар. Өздеріңіздің қалаған балықтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де қияр. Ораймыз. Ораймыз. Және де басына кішкене су жағып жібереміз, жабысу үшін. Неге қыздар, дайын. Творожный сыр, үстіне краб палочкаларын, таяқшаларын саламыз. Қыздар, негізі ішіне өздеріңіздің қалаған нелеріңізді салып жасасаңыздар болады. Огурцы салсаңыздар да болады. Қыздар, енді ораймыз. Кішкене су жағамыз, жабысу үшін қыздар. Мына жағы кішкене шығып бара жатыр. Енді қыздар, қуырып аламыз. Қыздар, міне дайын. Енді осын қуыратын боламыз. Қыздар, мен мынау үлкен болғандықтан мынаны симайтын болғанда ортасынан, дәл ортасынан бөліп аламын.
қыздар бағана дайындап алған немізді араластырып осыған бірінші осылай екі бетін батырып орнатып аламыз және де сухариге салып айналдырып аламыз. Енді қыздар осыны қуыратын боламыз. Дайын болған немізді қуырып аламыз. Қызып тұрған тағамызға салып қуырып аламыз.